Меруерт, Ақтөре, кімнен бастаймыз? Иә, өлең айтайын деп отырмын. Ассалаумағалейкум. Не деп айтамын? Не болды Диана ханым, түсінбедім. Енді мен де көріп отырмын ғой мына жерде Меруерттің көңіл күйі, екеулеріңіздің сөйлеспей отырғандарыңыз, Меруерттің бір нәрсеге ренжіп отырғаны. Диана ханым, негізі қазір бұл айтатын нәрсе бар ғой. Мен үшін бір жағынан күлкілі, бір жағынан мен үшін өте бір ызаны келтіретін нәрсе да. Өзім определяция ете алмай жатырмын шыны керек. Ал Ақтөреге айттыңыз ба? Иә, бұл әңгіме біздің арамызда уже біраз күн болып жүріп жатқанына, бірақ бұл мәселенің шешімі болмай жатыр да. Демек, бір емес, бірнеше рет бұны өзара шешуге тырысып жүрсіздер. Иә. Ақтөре, енді Меруертке айту қиын болып тұр. Өзіңіз айтпасаңыз бізге. Диана ханым, өзім айта берейінші. Өзіңіз айтасыз ба? Айта берейін, иә. Жалпы бұл жерде енді әңгіме Гүлназым жайлы болайын деп тұр. Гүлназым жан ренжіме. Саған қарай ешқандай претензиям жоқ. Претензияның бәрі мына кісіге болып тұр қазір. Шынымен деп, өткен Гүлназым екеуміз арамыз шынымен деп жақсы ғой. Өткенде айтып жатырмыз ғой, Данияр мен Гүлназым екеуі айырылысқан кезде әңгіме болғанда Данияр айтты да, сен Ақтөреден қызғанатын едің ғой деген сияқты әңгімелер болды ғой енді араларыңызда. Тура сол сияқты менде де қызғаныш бар Гүлназымға қарай. Бірақ екеуі араласып бірге жүргенін біз көрмеппіз. Ол қайдан пайда болған қызғаныш? Жоқ, былай ғой Диана ханым, қасымда отырғаннан кейін бүйтіп мынандай уже автоматически ол мектептен қалыптасып кеткен нәрсе де, бүйтіп қалу өсіп отырсың, бүйте ұстайшы, сөйте ұстайшы деген сондай нәрсе де, бұл тұрады да. Сен сөйледің Гүлназымға. Сен неге аняқа қарай сөйлей бересің, аняқа қарай 3-4 рет бұрылдың дейді. Ол бұрылған кезде кім Хұршет пе, кім біреу сөйлеген кезде өтірік автоматически бұрыласың, басым көрінбесін деп. Сол кезде бүйтіп бұрылған кезде қарап қаласың да, деп білмеймін, мен вообще ештеңе айтқан жоқпын. Ештеңе айтқан жоқпын Диана ханым, шын айтайын. Жоқ, былай ғой, мен сөйлесем, сен басың былай қарай емес, былай қарай бұрылу керек қой негізі. Қойшы сен де бір бәлем. Жоқ, шынымен де расында қойған бәлекесі, үйленіп кетші бұл. Бағана Асылбек айтқан рас екен, сен жақтайын деп отырғанмын ғой, осы ұқсап үйленіп алыңдар деп айтайын деп отырсам, шынымен деген ғой, болды ғой болды. Гүлназым айт, Гүлназымға берейікші, Гүлназым мен саған қарап бір, жотам, бір бәле дедім ба, мен саған ештеңе деген жоқпын ғой. Ол бүгін ғана қызғанып отыр ма? Жоқ, Меруерт. Жоқ, бүгін ғана болғанда жоқ, басын шайқап отыр ғой. Жоқ, тек бүгін ғана емес, ол күнделікті. Жоқ, Диана ханым, ол бірақ кеше осындай бір әңгіме болды, қайта сол жағына қарап сөйлей береді. Кешеде Гүлназым біздің айналамызда отырып қалды енді. Сосын мен айтамын да, қоя қойшы сен да енді ойға қарай сөйлеме. Я қазір сен қоясың, я мен қоямын деген кезде, сөйсе болды, енді қарамаймын дейді. Қайтадан шамалдан кейін, менің жыныма тиюдің бір амалы ма? Қайтадан шамалдан кейін соққа қарап сөйлейді. Сосын жаңа енді екеуміз ұрсып қалдық қой, сол камера видео түсіп қалды. Бұл кетіп мен қолымды жұлқылап сөйлеп жатты да. Назым ханым келді да, жаңа сендер де осындай бір жаманда бір іс-әрекет көзге түсіп қалды. Жаман болғанда бұл кісі ашуланып кірді ғой сырттан. Сол жерде ыстық будың қолына түсіп қалдым видеома. Сосын мен бір нәрсе болды ма деді, жоқ, бәрі жақсы деп сөйттім. Бірақ енді екеуміздің арамызда шешілмей жатқан нәрсе болғаннан кейін ортаға шығып айтуға тура келіп тұр. Диана ханым, мен айтайыншы, Меруерт кеше менен қызғандың, бүгін Гүлназымнан қызғанып отырсың. Жалпы сен... Мен сізден қызғанбаймын. Жоқ, кеше мені қосып жібердің ғой. Қосып жібергеннің өзі мен қызғаныш деп қабылдаймын. Мен біреуді қызғансам, өйтіп мен көрсетпесте едім. Сен сондай ашумен айттың. Жалпы мен ойлаймын да, сен лайықтысың ба Ақтөреге әйел болуға? Өйткені мен білем да, Ақтөрені білем. Ол орынды айтады, орынды қояды. Любой қызды да, жігітті де. Бірақ шеттен шығып кетсе қыз баланы, жалғып кетеді, түсініп тұрсың ба? Мен саған талай айтқам, өзің жалықтырып алма өзіңді деп. Жоқ, енді олай бүгінге тағы да Гүлназымды қосып отырсың. Жоқ, Индира ханым, жігітті ер азаматты жалықтырып жүреді деген сияқты әңгіме болып жатыр ғой. Бірақ та неге біз тек ер азамат деп қана өмір сүру керекпіз? Ол мен жалығып кетеді, мен былай қарап қалсам, бүйтсем жалығып кетеді деген сияқты. Біздің центр вселенной ол тек ер азамат қана емес, біздің де өзіміздің басқа да қызығатын заттарымыз бар. Біріншіден ол, екіншіден, мен Меруертті действительно қыз ретінде түсініп отырмын. Өйткені бір рет кеше Ақтөреге айтқан екен, ол жаққа қарамашы деген сияқты, иә? Демек жарнамада сізге айтты ғой Меруерт шағымын. Оны маған жаңа Меруерт келіп айтты. Одан кейін Ақтөре сөзін берген екен, болды, ол жаққа қарамаймын деген сияқты. Ақтөре жоқ, қума деме, мен саған айтайын. Не үшін сен қайта
алақ жұлақ етіп жан Қарашы жағына енді. қарап білесің, вот именно Гүлназымнан сені Меруерт қызғанатының, вот басқа қатысушылар болсын, неге именно ол жаққа қарап сөйлейсің? Битек онда, битекші. Ол мен қарақ қоя беремін, өзіңе Қарама. жауап бере алмайсың ғой. Қасыңда отырған адамға қарайсың. Қалқан қойып қойық онда, мына бетке қараймын. Былай қарасаң көрінбейді, болды. Сонда шешейік онда. Жоқ, қарағанда ғана Сонда- емес, бұл жерде әңгіме. сонда қарашы. Сен оған сөйлеп отырсың, Зухра. сұрақ қойып отырсың, бір нәрсе деп сөйлей бересің, не істейсің? Зухра, жаным мәшин. Кім Гүлназым менің жауым емес, қас жауым емес қой. Қасында отырған кім болсын, любой адам отса да, ей деп сөйлейміз ғой, енді жай сөйлеп қаламыз. Ода тұрған ештеңе жоқ. Енді Главный- Гүлназымды тыңдайықшы, Гүлназым. иә Индира ханым олай Меруертке қарай қатты айтпай ақ қояйық, оны қыз ретінде бірақ түсініп тұрмын. Негізінде лайықты емессің деп, жоқ, лайықтымын деп санайсың. Мен Индира ханым, сабыр, өтініш. жоқ, лайықтымын деп ойлайсың ба деп айтпай ақ қойыңыз дегім келеді да. Ол асып түспесе, кәдімгідей лайықты адам Ақтөреге негізі одан асып табылатын да адам табылмайды деп ойлаймын. Ақтөре, иә, мойындайтын шығарсыз. Меруерттен артық сізге білмеймін енді. Бірақ жаңағында айтып жатыр ғой, шынымен бұрын біз даже амандаспайтынбыз, иә, Ақтөремен бұрын вообще араласпайтынбыз. Қазір жай ғана сәлеміміз түзу. Мен өзім бүгін осы жерге отырғаннан ақ ойбу деп ойланып қоямын, жаңа араларына бір не қалмаса екен деп өзім бір күткен. Жоқ, жалпы да бұрын дұрыс емес, мына жерде отырған дұрыс емес болып қалды ау деймін деп. бұрын негізінде андай болды ғой. Сенде Альбинамен ара қатынас болған кезде, Альбина да сені қызғанатын Гүлназымнан. Мен айтамын да, мен қызғануға правам бар. Маған айтады, сен неге одан қызғана бересің? Ол деген қалай айтсам болады, сен өзіңді салыстырма дейді да. Ол бұрынғы жүрген қызым дейді. Мен айтамын, ей, вот именно сен бұрынғы жүрген қызым болғаннан кейін мен қызғана, мен даже Ізбасармен жұп болмасам да, просто үш-ақ рет таныстықтың өзінде сен мені қандай қызғанасың, Ізбасардан айтшы. Сөйлеме дейді. Ізбасар өзіңіз куәгерсіз ғой, кішкене маған қасыма Басым изеп Ізбасар отыр, болып Жоқ, Ізбасар сөйлемей мырза. болғанда мен енді. Енді қара, Мен сен биткен кезім болды ма, жарайды. Гүлназым, ойбай, байқа құлақ қалма мына жерін деп айтқан кезім болды ма? Ал сен болсаң, ей, Ізбасар мына жерде болмайды, деп айтқан кезде бәле дейсің қашан мен өзің. олай айттым оған? Ей, өткенде шана, енді не екенін айтпай ақ қойын енді. Ей, мына жерде болмайды депші. Мәссаған, Жана ханым, Ақтөре ашыланбаңыз. Жана ханым, Жана ханым. Бізде қазір байланыста көрермен. Жумка тәте емес, бұл жолы Алматыдан түскен қоңырау. Алло, қайырлы күн. Сәлеметсіз бе, Данияр? Бізді YouTube арнасынан көріп отыр екенсіз. Бірден өзі хабарласып, мені қосыңыздаршы деп өтінді. Соған қарағанда айтар бар. Иә. Қатырақ сөйлейсіз бе? Оу. Сізді естімедік. Бір жақсы тыныш жерге барасыз ба? Алло. Иә, енді естіліп тұрған сияқты. Қазір қайтадан хабарласуға өзіміз хабарласып көрейікші, өйткені Жоқ, кішкене. бірдеңе түсінген бойынша Меруертке кеше бірдеңе айтқан дейді. Не айтты саған? Данияр сөйтіп айтып отыр ғой. Сөйтіп айтты ма? Сөйтіп айтты анау. Гүлназым туралы айтты. Саған айтты ма Гүлназым туралы, не айтты? Маған айтты ма? Мен есіме еш нәрсе түсіп отқан жоқ. Вообще түсінбедім. Данияр негізі звондамай қойсаң дұрыс болады ғой. не деп айтты Жана ханым, дейді, осы орайда айта салайыншы. Мен айта салсам Негізі Мен де естімедім. Индира ханымды мен мүлдем түсініп отырған жоқпын да. Мына жерде Меруертке қалай олай айтасыз, сен деген үйлену жаңағы жар болуға дайын қызсың ба деп. Мына жерде отырған қыздардың барлығы сонда біреу жар болуға, біреу жар болмауға сонда соны намекать етіп отырсыз ба? Білесіз, өзінің махаббаты үшін Меруерт қалай осы жерде күйіп пісіп ата-анасын барлығын айтып жатыр. Енді сіз үйтіп кекшіл болмай ақ қойыңызшы, артында да отырып кеше ол үйтіп айтты ғой деп үйтіп айта берсін, бірақ сіз не үшін үйтіп адам деңгейіне үйтіп түсесіз? И қазір бүткіл халықтың көзінше и так Меруерттің өзі қиналып отыр, сен жар болуға дайынсың ба деген қандай сөз ол? Дайынсың ба деді ма, лайықсың ба деді ма? Лайықсың ба дейді да, олай Лайықсың өте ба? дұрыс емес деп ойлаймын. Содан кейін Ақтөре просто қаншама күн уже Меруерт жылап жүр, сенен өтініп жүр. Неге бір арнаңды басқа жаққа бұрмасқа, бір қызды түсінуге сен қашан қадам жасайсың? Неге ол жылай береді? Ақтөре, дайындалыңыз, тікелей байланыста Данияр мырза. Сіз хабарласпа десеңіз де өз әйтеуір хабарласып үлгеріп жатыр. Алло? Енді жақсы естілді. Сіз бізді қайдан тыңдап тұрсыз?
извините бүтіп қалды. Диана ханым, мен айтайыншы. Нұрсұлтан? Негізі Меруерттің қызғанышы орынды шығар, бірақ Меруерт сен бағана айтқан пікірін кішкене түсінбей қалдым мен. Альбинада алдында отношение болған кезде Гүлназымнан қызғанды дейсің да, сен бұрынғы эфирларды көріп, шынымен де Альбинаның тағдырын қайталап, айылысып кеткенді қалап жүрсің ба? Жоқ, мәселе ода емес. Просто Именно сенің отношенияң не үшін Альбина мен Ақтөренің отношениясына ұқсау керек? Сен Меруерт пен Ақтөренің отношениясы болу керек, бұл тойға дейін баратындай. Диана ханым, айтып кетсем болады ма? Бұл жерде енді айта кетейін дегенім, шынымен де Ақтөре ағаның басы өте активный да, бір орында тұра алмайды, былай қарай береді. Айтайын дегенім, мен де мысалы қасында отырамын, немесе артында отырамын, всегда осылай қарап отырады. Сол үшін бұл жерде Алақ-жұлақ. Иә, бұл жерде айтқым келгені, Индира ханым шынымен де артық кетіп жатыр, сол үшін де сабағыңызға түсіңіз. Бұл жерде Меруертке айтайын дегенімше, Қазір Меруертке айтатыныңызды Даниярдың қоңырауынан кейін айтасыз, е? Данияр қоймайын дейді бүгін. Ал Данияр көрейік ошол, далаға да шықты ма? Ал, естіліп тұр ма? Ой, күшті естіліп тұр. Ақтөре звондамай қой дейсің ғой, звондамағанда бар ғой, бұл жерде мен саған қатысты айтайын деген жоқ, бұл жерде. Кім, Гүлназым просто екеуміз жүрген кезде мен Ақтөре деп қызғанып естуші едім, сол кезде ол повод жоқ дейді, бірақ сені ұрып, жаңа сен прессің ұстатасың ба дегендер деп жүрдің ғой сенші? Мен сосын Меруертке айтқан сөзім бар тұғын, Меруерт екеуміз бірімізге пресс дейді. Данияр, көрсетейін ба саған прессімді, не істеймін, мен түсініп атқан жоқ. Қойыңшы. Мен айтқан Меруертке айтқан сөздерім бар дейсіз бе? Иә, Меруертке айтып едім ғой, Меруерт екеуміз ұқсаймыз, сен Ақтөренің артынан жүгіріп жүрсің, мен Гүлназымның артынан жүгіріп жүрмін деді. Что, мына жерде енді просто бұл кісілерге бір менде мынандай бір ой келіп тұр да, мен айырылып кеттім, енді мына жерде Ақтөредің қолы теріп нестеп, баяғы жұтты қайтадан қосып. Сіз вообще қуып кеттіңіз негізі, Данияр. Вообще басқа жағынан алып кеттіңіз. В общем, солай. В общем, мақұл ғой, не айтқыңыз келіп тұр енді. Жарайды енді, в общем, бізді қайтадан типа айырылысып кетіп, сосын қосылып алады деп ойлап жатсыз ба? Давай, уже бақыт болды. Жоқ, негізі жоқ, Диана ханым негізінде. Диана ханым ары қарай айта салайыншы, және де бұл жерде енді, конечно, Индира ханым айтып кеткендей, мен де ара қатынаста опытым жоқ, бірақ бәрібір де айта кетейін дегенім, махаббат деген ол бір-біріңді толықтай қалай барсың, солай қабылдау емес па? Сіз Ақтөремен жұп болған кезде танысты, в общем, бастаған кезде сіз білдіңіз ғой, неге бара жатқаныңызды, қандай жігіт екенін, сол басы бір жерде тұрмайды. Айтайыншы, қызғаныш деген сезім, ол басқаратын сезім емес, мен сіздерге айтайын. Оны басқара алмайсың, сен адамды ұнатып тұрсың ба, сенің адамыңды басқа адамнан қызғану ол нормальный нәрсе. Және де Ақтөре маған айтқан болатын, сен қызғана бермеш, қойш, сендер екеуің бір-бірін салыстыратын да нәрсе емес, өткен Гүлназым деген бұл жерде қаншама жігітпен жүрді ғой, сен өзіңді салыстырмаш онымен деп маған айтқан болатын. Сол себепті де мен айтқым келеді. Ол қызғаныш, ол сондай сөз айтып тұрғанның өзінде бізде жарнама. Ақтөре мырзада кезекті белгі өзі ұстап алыпты. Сөйтсек, мен қасқырмын дейді. Дария ханымда тағы белгі болу керек, қателеспесем. Қоян дейді. Ал біздің Асеке бүркітпін мен дейді. Диана ханым, қазір Гүлназым көзіне жас алып қалды ғой, мен Гүлназымға айтқым келіп отыр. Гүлназым, кешірші, енді екеуміз арамызда енді аламыз өткен жоқ қой. Бірақ егер де мен бұл сөйлесуді осылай тоқтатпасам, осындай ауыр сөздер айтпасам, енді ол сөздер бұрыннан айтылып жүрген сөздер ғой, осы жерде сондай сөздер айтқан кезде наоборот мен сенің сөзін жақтайтынмын. Неге сіздер олай айта бересіздер? Ол қыз баланың ата-анасы бар деген сияқты да. Бірақ мына жерде Ақтөре өз-өзіне еге бола алмайды екен, осылай жан-жағына сөйлей береді екен. Мен сізге айтқым келеді да, қыз ретінде қыздың жанын қыз ғана түсінеді ғой. Сізге айтқым келеді. Жарайды. Ол сізге сөйлей берсін, бірақ сіз сөйлемей ақ қойыңызшы, өтініш. Негізі ренжімеймін, ол несіне ренжім? Болған нәрсе ғой, таныстық болды, бірақ ол кісілер қатысушы болып кеткен екен, солай алдында ғана айтты ғой, бұл теманың барлығын алдында ғана талқыланды. Осы жерде отырғаннан кейін солай көзге ілінеді, бірақ екі ғана адаммен жүріп болдым, мен барлығымен жүріп шыққан жоқпын, түзей кетейін. Және де енді жігіттер осылай ғой, енді түсінем. Мен оны Ақтөрені қанша не қылып жүрмін да, басқалар хотя бы артынан әңгіме айтса да, Ақтөре ондай адам емес. Ақтөре олай хотя бы сыртынан жамандамайды деген сияқты ғой. Бірақ енді мен бір ренжитім,
ештеңе шықпады екен деп мысалға жұп боласың, барлығын жоққа шығарып жіберіп, артынан барып жаңада бір кісілер звондап кетіп, хотя бы бір күйеуісін жақып кеткісі келіп отыр ғой. Неге солай жасайды деген сияқты реніш болады да. Бірақ мен адамдар қалай ойласа да ойлай берсін. Адамдар көріп отыр екен, басқа қылып отыр екен деп мен ертең үйленіп кете салмаймын. Мен бір рет қателескен адаммын. Қанша негатив болсын, басқа болсын, бірақ мен хорошо деп жұп болып жүрдім екен деп, барлығы жақсы болып кетті екен деп, жақсы адам екен деп тиіп кете салатын адам емеспін. Егер барлығы арамызда онша емес болып жатыр ма, значит мен тоқтатам. Значит ертең ештеңе шықпай ма, мен ештеңеден қорықпаймын, сразу тоқтатам. Үйленіп кете салатын адам емеспін. Жоқ, былай айта кетейікші, негізі барлығы түсінбей қалмасын. Ондай үйтіп Гүлназым бүйтіп көрінгенмен жүрген ғой, бүйткен ғой деген ондай үйтіп келтірген жоқ. Мен айттым да, мен наны түсіндіргім келді. Что біз Гүлназым екеуміз қосылмаймыз, Диана ханым. Болды. Өйткені дедім. Жандоспен танысып көрді. Одан кейін барып Даниярмен жұп болды. Мен енді қайтадан барып енді жұп болмайтын шығармын. Сен қызықсың ба, сен қызған ба? Біз Гүлназым екеуміз жай ғана сыйластық, біз адамбыз ғой. Біз ит емеспіз, үре беретін бір-бірімізге. Бізге ауызды берген, привет, қалайсың, амансың ба? Болды, ол көңіл ода тұрған. Сен бір как будто мен Гүлназым жақсы көремін, Гүлназым оралшы деп айтып атқандай қыласың да, сен келесің сөйлеспесе, тоқтатпаса, қыз түсінеді, қыз сіз сөйлемеңізші деп. Не әңгіме ол? Кім? Меруерт. Атында ұмытып қалды. Жоқ, мен сұрақ қойсам бола ма? Енді Ақтөре жаңа түсіндіріп жатсың ғой. Бірақ мынандай нәрседе сен айтып жатсың, Жандоспен сөйлесіп көрді, Даниярмен сөйлесіп көрді. Мен енді қайттан жұп болмаймын ғой деп. А егерде болмағандашы? Егерде ондай арақатынас болмағанда? Сен вообще сен қуып кеттің. Жоқ, қуған жоқпын, просто ондай ой болған беді. Ол өйткені біз танысып көрдік қой басында, дұрыс па? Біз екеумізден түк шықпайды, екеуміз екі бөлек адамбыз. Болды, мен Гүлназымға не сел, жаңа сен айтып отырсың ғой, артымнан сөйлейді деп. Ондай артыңнан сөйлеген емес, просто кім енді Меруертті ашуланып тұр, шыны керек, оны просто дұрыс жеткізбей қалды, а так бәрі нормально. Жоқ, Меруертті действительно түсінуге болады да бұл жерде. Любой қыз бала, тем более бірге отырып қалдыңдар, и сен оған қарап сөйлеген кезде неприятно болады. Мен де болсам, Меруерттің орында болсам, қызғаныш, ладно, ол бір күндік емес, ол значит, ол жиналып келіп, саған осындай әңгімесін айтып жатыр да, сен оған Ақтөре түсінушілікпен қарап, иә, и просто Гүлназым жаққа қарай, тарапына қарай сөйлемей ақ қойшы, просто лишний раз. Сен өзің ойла, сен үшін сенің будущее маңызды ма или прошлое маңызды ма? Будущее маңызды болса, сен тек көңіліңді осы қызға ғана аудар да. Мен болса, мен де осылай жылап отыратын едім, мен Меруертті қатты түсініп жатырмын, шынымды айтайын. Иә, былай ғой, негізі бұл жерде біз егерде бір 15 минут, 20 минут отырсақ, мен Меруертке қарап отыратын 4 сағат отырасың, микрофон сұрайсың, Диана ханым. Сондай әңгімелер бұл жерде. Мелочь әшейін. Иә, мен айта кетейінші, енді мына жерде жаңа Меруерт негізі сені сыйлаймын да, жақсы қызсың, жаңағыдай енді досыммен сөйлесіп жүрген екен. Бірақ мынау қызғанышын мен түсінбей отырмын. Өйткені осы жерде Гүлназым отқанын білдің, аспаннан бүгін ғана түскен жоқ та, жаңа қызғанышың бір ішің пысқаннан қызғанып кеткендей отырсың да, менің көзімше. Өйткені осы жерде отырған адам, ол сөйлеп қояды, барлығы қарайды, амандасады. Сен соның барлығын прекрасно білдің ғой, бірақ соңғы кезде почему-то сенде проблема көбейіп кетіп жатыр. Хамо, мен түсінемін да, бір рет айтылды, иә? Бұл деген бүгін ғана сөйлесіліп жатқан нәрсе емес қой. Мен енді ақымақ емеспін ғой, әшейін аспаннан бір нәрсені алып алып, мына жерге сөйтіп қызғана салатын. Просто неше күннен бері жиналып қалды. Бұл жігіт маған айтты, я жан, сөйлемеймін, бұл дойқа қарай уәде деді ма? Айттың ғой, сен кеше ғана айттың маған. Ақтөре, мен сен айттың маған. Қанша күннен деп, Данияр екеуі сөйлесіп жүргенсіз, бұл Гүлназым вообще аталмаушы еді ғой. 2-ақ күн болған шығар, сол кешенің алдында ма? Болды, сол кезде айтылды, болды. Мысалы, уәде дегенде, ойбай, мен Гүлназымға қарап амандаспаймын, бүйтпеймін деген жоқ. Болды, уайымдама, қызғанба дедім. Жаңағындай түсіндірдім. Екеумізден ара. Сен неге соны түсінбейсің? Кеше мен саған айттым. Жоқ, сен неге екеуміздің арамыздан түк шықпайтын түсінбейсің? Мен оны түсінемін. Түсінгің келмей ма? Жоқ, мен оны түсінемін. Түсіндірейін ба саған? Қалай түсіндіресіз? Ол үшін тек қана бір жол бар, үйлену керек. Сонда түсінеді, онда біз де түсінеміз. Иә, дұрыс қой, Диана ханым, асықпау керек негізі. Дұрыс. Кім, Меруерт. Мен жыныма тисең, қазір ғана үйлене саламыз дейсің. Қаттырақ жынына тиіңізші. Одан жүресің сосын, үйленіп. Не, сен жүресің қора жақта басын ұстап, мен жүрем. Оны жүресің сосын, өкінбеу үшін бір-бірін түсініп алайық. Қазір болмайтын нәрсені андай болмайтын бүйтіп қарақ қалды, бүйтіп қалды деген. Жоқ, болмайтын зат Ақтөре. Тоқташы, ертең сонда тойға барам достарымның. Билем, мен билегішпін, не істеймін, аяғым байлап тастаймын, енді көзімді байлап тастасын, отырайын тойға бар.
жан той бітті ма, қайтамыз ба, тамақ іштік па бұл? Жоқ, сен слишком преувеличивать. Құдашалармен билеп жатқан кезде, сен неге билейсің? Сен неге бүйтесің? Осыдан басталады ұрыстың бәрі. Жоқ, преувеличивать етіп жатсың. Осындай именно мелочь моменттардан просто бұл жерде видишь, беспочвенный емес, ол сен бывший қызың болғаннан кейін сондай ситуация. Және де Хамуға айтқым келіп тұр, Хаму айтып жатыр ғой, сен бәрін білдің ғой деп. Енді білсе не, сол адам бір-бірімен танысып көрген кезде адам өзгереді. Өзгеру керек, бір-бірінің ығына жығылу керек. Оның да өзінің требованиясы бар. Ақтөренің де өзінің требованиясы. Бір-бірле ортақ компромиссқа келу керек. Және мына жерде бәрі айтып жатыр ғой маған, сен білдің ғой қандай адаммен ара қатынас құрайын деп жатқаныңды, сен қалай бар солай қабылдамайсың ба деген сияқты қылып айтып жатсыздар да. Жоқ, жаңа кім Мерей айтты ғой, қайда бара жатқанымды білдің ғой деген сияқты. Я, мен білдім қайда бара жатқанымды, бірақ бұл кісі де маған басында айтты ғой таныстық кезінде, мен өзгеремін, ешқандай қыздың қасына жоламаймын деген уәде болды ғой, болмады емес, бәріңіздің көзіңізше айтылды ғой осы. Меруертке бір сұрақ қойып кетейінші, Жана ханым, жалпы тек Гүлназымнан қызғанасың ба, басқа қыздардан ба? Или басқа қызғансаң қазірден бастап айт. Жоқ, сен сөйлеспе деп. Тек қана Гүлназымнан, себебі ол екеуінде бұрын ара қатынас болған. Сол миыма автоматом сол нәрсе кіріп кете береді дағаны, сол үшін қызғанамын. Және де мен әлі де өзімнің сөзімде тұрамын. Сәлемдеспе демеймін, сәлемдеріңіз түзу болсын, бірақ сөйлескендеріңізді қаламаймын. Жана ханым, мен айтайыншы, дұрыс негізінде қыз ретінде түсінемін мен Меруертті. Ол жақтан, мен жақтан явно болмайды ол повод деген нәрсе, бірақ ол жақтан болып жатса, болмайды да, сәлемдеспейміз де деп айта берейін. Жаңағындай бізді бұрынғыдай ғой сол, амандаспай да, басқа қылмай да, тыныштық керек. Солай болып жүре берсін. 1 метр алыс өтем. Негізінде жоқ, жұп болғаннан кейін ол шынымен бұрын ара қатынаста болғаннан кейін ол автоматты түрде болатын нәрсе. Өйткені Данияр да айтатын да, Ақтөре бір болсын болмасын әйтеуір Ақтөреге қатысты қызғанышы болатын. Фан аккаунттар қосып қойса да ол біреу қосып қойып жасаған видеосына қызғанатын деген сияқты ғой. Сол үшін де шынымен бұдан кейін амандаспаймын да, жаңағыдай бүйтіп алыс айналып өтетін болды. Ақтөре, қыздар сіз үшін шешім қабылдап қойған сияқты. Молодецсің. Дария ханым. Ішімде қалып қалмасыншы, мен Индира ханымға айтқым келеді, манада ер жігітті төмендетіп, мына жерде кімді қыз бала ғой дей тұрғанмен, кім Меруертті де үйтіп айту керек емес. Мен соңғы кезде байқап жүрмін, сіз пікір жақсы айтасыз, бірақ адамның несіне туысқандары бәрі қарап отыр, мен ойламаймын. Мысалы, өзім мен не мақсатпен үйтіп айтқаныңызды әлі ойымнан шықпай жатыр да. Сондықтан да соңғы кезде кішкене жекеге манада микрофон жетпей қалды, әйтпесе ер жігітке де қатысты айтқым келгені жекеге айтып оның бары жоғын айту керек емес сияқты. Дария ханым, мен пікір айтатын кезде сізден рұқсат сұрамаймын, біріншіден. Екіншіден, мен бұрыннан осылайынан сөйлеймін. Мен еш уақытта бір жай сөйлеп, өтірік маска киіп алып отырмаймын. Қалай бар, солай көріп тұрмын. Ол біреуге ұнаса да, ұнамаса да. Просто мынандай да, Меруерт басқаша қыз, ол мүмкін айтпау мүмкін. Бағана да сыртта айтып қалып жатыр ғой. Сен басқаша айт, неге, не үшін ақталып жатсың, Ақтөре деп ашуын айтып жатыр. Сен негізі басқаша айтқансың Гүлназым туралы деп. Бірақ бұл әдемі жеткізді негізі Меруерт Гүлназымға. Ал мен мысалы, мен қалай бар, солай жеткіземін. Мен еш уақытта әдемілеп бүйтіп келмеймін, Дария ханым. Бірақ сұрақ қоя салайыншы онда. Бірақ сұрақ, Индира ханым, сен Ақтөреге лайық емессің дегенді қалай түсіндіруге болады? Қалай лайық емес маған? Жоқ, былай болды. Меруерт, сен Ақтөренің әйелі болуға лайықсың ба деді. Неге? Сұрақ қылып айттым. Неге? Не үшін? Өйткені болмайтын дүниеге қызғана береді. Ақтөрені, тем более саған уәде берген екен Ақтөре саған. Қыздарға жоламаймын деп. Ол рас, ешқандай қызға жабысып жүрген жоқ, Меруерт. Өзің көріп жүрсең, мына жерде ешқандай қызға жабысып жүрген жоқ. Бірақ сен айдаладан алып келіп отырсың. Сіз мынандай қыласыз, мені бір как будто бір беске білетін адам ұсып, маған сіз таңдап бересіз ба сонда әйелді, мен түсінбедім. Диана ханым, сабыр барлықтарыңызға. Енді бүгін тағы да сөйлесу керек сияқты, Ақтөре. Күнде сөйлесу, білмеймін, специально істеп жүрма күнде кездесуді, мен түсінбей жатырмын өзім. Алдында кездеспей қалып едім. Ертең білесіздер ме кім келеді студияға? Мен келем. Рамазан мен Лейла келеді. Және бізде тағы да кезекті бесік той тікелей эфирде. Келіңіздер, көріңіздер, теледидар арқылы көріңіздер. Ал дәл қазір қосылайық жобасынан кейін бірден Еуразия бірінші арнасында басты жаңалықтар. Жігіттерге құлақ қағыз. Ертерек жігіттер үйлену керек екен. Өйткені бойдақ жігіттер тез қартаюға бейім деп мамандар дабыл қағып жатыр. Қартайып кетпей тұрған кезде үйленіп алыңыздар. Және де еліміздегі балабақшалардың 80% аттестациядан сүрінді. Барлығы емес, бірақ 80% өте алмай қалды. Толығырақ басты жаңалықтардан біле аласыздар. Ал сіздермен ертеңге дейін 14:30-ға дейін қоштасамыз. Кештеріңіз жақсы өтсін, сау болыңыздар.